Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мери, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге 15 минутта тез, оңай жасалынатын печеньенің рецептін ұсынамын. Бұл рецепті кішкентай балаларда жасай алады. Рецепт өте оңай, бір жасағаннан өте сәтті шығады және құрамындағы заттар да үйден табылады. Рецепті көрмес бұрын менің парақшама подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз. 3 жұмыртқаның үстіне шекерді саламыз, жақсылап венчик немесе вилканың көмегімен араластырып аламыз. Оның үстінен сұйық майды құямыз және тағы да араластырып, жақсылап араластырып алғаннан кейін ең үстіңгі бетінен ұнымыздың барлығын саламыз және 1,5 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Қопсытқыш қосып алғаннан кейін қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Мен сіздерге описание бөліміне керек заттардың барлығын жазып қоямын. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын, өте нәзік, әдемі қамыр иленіп шығады. Қамырымызды илеп, дайындап алғаннан кейін пергамент қағазына осылай қамырларымызды қолымызбен дөңгелектер жасап, өзіміз печеньенің әртүрлі формасын жасауға болады. Мен осылай 4 түрлі формада жасадым. Бірінші дөңгелектеп алғаннан кейін осылай қантқа араластырып, печеньемізді дайындаймыз және табаға қойып, осылай кішкене қолымызбен басып қоямыз. Міне осымен бірінші бізде печеньенің формасы шықты және екінші түрі қамырды дөңгелектеп табаға қоямыз және кішкене тағы да қолымызбен басамыз. Осылай дөңгелектеп қойып алғаннан кейін кішкентай қасықтың көмегімен осылай жүрекше формасын жасаймыз. Осылай жүрекше формасын немесе өздеріңізге ұнайтын дөңгелек форма жасасаңыздар болады. Осылай формасын жасап алғаннан кейін бізге джем қажет болады. Джем кез келген магазиннен тапсаңыздар болады. Немесе үйде варенье болса, соны да қолдануға болады. Мен осылай жүрекше формасына құйып шықтым әрқайсына. Күшті, әдемі шығады, балаларға ұнайды осы печенье. Сіздерде осылай жасап көрсеңіздер болады. Осылай джемді құйып алғаннан кейін печеньенің үшінші формасын жасаймыз. Үшінші формасына осылай ирелек пышақпен әдемі кескіндер кесіп шықтым. Печеньеміздің үшінші түрі болды және төртінші түріне үйде мейіз болса, соны қосып жіберсеңіздер, немесе шоколад болса, соны қоссаңыздар да болады. Мейіз қосып, осылай печеньені тағы да дөңгелектеп формасын келтіріп аламыз. Міне осымен біздің 4 түрлі печеньеміздің түрі дайын болды. Осылай дайындап алғаннан кейін қызып тұрған 180 градус пеште 15 минутта пісіріп аламыз. Одан артық ұстаудың қажеті жоқ. Осылай печеньеміз пісіп дайын болады. Піскен кезде осылай формасы үлкейіп, әдемі болып шығады. Печенье бізде песочный. Бұл супермаркеттерде сатылатын печеньеден кем түспейді. Жасап көріңіздер. Және де айта кететінім, жаңғақ қосып жасасаңыздар да болады. Егер рецепт ұнаса, парақшама дәл қазір подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз және достарыңызбен WhatsApp, Instagram желісіне бөлісіп қойыңыздар. Печеньеміздің арасы толықтай піседі, осындай песочный печенье болады. Описание бөліміне қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай жасалынады және құрамы да өте қарапайым ас болсын.